Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы температураны қалай өлшейміз. Бүгінгі сабақта не білетін боламын? Температураны өлшеуге арналған құралдармен танысасың. Температураны өлшеп танысасың. Олай болса оқушылар, оқулығымызды ашайық. Мына суретте не көріп тұрмыз? Суретті сипатта, құралдарды ата. Қандай құралдарды көріп тұрмыз? Сызғыш, термометр, сағат, таразы, яғни гүлдерді, сонымен қатар кімдерді көріп тұрмыз? Эврика мен негешті көріп тұрмыз. Балалар, осы құралдар не үшін қажет? Эврикаға қарайықшы оқушылар. Эврика сызғышпен не өлшеп жатыр? Гүлдің ұзындығын өлшеп жатыр. Дұрыс айтасыңдар. Яғни сызғышпен біз ұзындықты өлшейміз. Ал термометрмен бөлменің ішіндегі жылылықты өлшейміз. Ал литрмен нені өлшейміз? Литрмен біз сұйық заттың сыйымдылығын өлшейміз. Ал сағатпен нені өлшейміз? Сағатпен уақытты өлшейміз. Балалар, бөлме жылы ма, суық па? Жылы. Оны ненің көмегімен білдің? Әрине сендер айтасыңдар, біз балалардың, яғни жеңіл киініп тұрғаннан байқадық. Сонымен қатар жарда ілініп тұрған термометрге қарайық. Термометр 20 градус жылылықты көрсетіп тұр. Ал енді терезеге қарайықшы, далада күн қандай? Күн өте салқын екен. Қар жауып тұр, аяз, боран. Яғни дала қандай? Суық. Дұрыс айтасыңдар. Егер термометрмен өлшеген кезде суықтықты минуспен белгіленеді. Ал жылы болған жағдайда қосу плюс белгісімен белгіленеді. Сонымен бүгінгі сабақта нені білеміз? Температура, термометр, градус туралы түсінік аламыз. Балалар, температура дененің, заттың қаншалықты қызғанын көрсетеді. Температураны арнайы құралмен, термометрмен өлшейді. Оның өлшем бірлігі градус деп аталады. Термометр дененің, заттың, ауаның, судың температурасын өлшеуге арналған құрал. Термометрді ойлап тапқан адам ретінде Галилео Галилей атайды. Жақсы, олай болса, ары қарай кеттік. Термометрдің құрылысы. Оқушылар, термометр өзінің алдына оның құрылысы болады екен. Ең бірінші оның корпусы болады. Және шыны дәнекерленген, түтік ішінде сұйықтық шкала болады. Көріп тұрғандай қызыл. Осы шкала, яғни көрсетіп тұрады. Әрбір 1 градусты білдіреді. Яғни 1 градус қызыл ішіндегі сұйықтығымыз төмен түскенде 1 градусты көрсетеді. Яғни қызыл әрқайсысы 1 градусты көрсетеді. Термометрлердің өзі 4-ке бөлінеді екен. Бөлме ішілік, су өлшейтін, далаға арналған және медициналық. Бөлме ішілік термометрді көріп тұрғанымыздай. Мінекей, егер жалпы термометрдің 2 түрі болады. Сынапты және электронды. Қарап отырғанымыздай, мынау сынапты. Неліктен сынапты деп айтамыз? Себебі, мына термометрдің ішінде қызыл сызықты бұл сынақ деп аталады. Яғни сынап. Осы сынап көтерілген кезде 20 градус, 25 градусты көрсетсе,
біз бөлменің ішінің жылылығын байқаймыз. Келесі электронды болып бөлінеді. Электронды мінекей көрсетіп тұрғандай 21 градусты көрсетіп тұр. Бұл бөлме температурасын өлшеуге арналған электронды термометр. Келесі су өлшейтін. Көбіне суды біз судың ыстығын немесе оның салқындығын қолмен ұстау арқылы біле аламыз. Егер ол қатты ыстық болса, одан бу шығады. Немесе біз оны қолымызбен ұстау арқылы сыртынан біз оның ыстық екенін білеміз. Ал суық екенін біз оны тағы да қолымызбен ыдыстың сыртынан ұстау арқылы оның суық екенін байқаймыз. Мінекей, су өлшейтін құрал көбіне аквариумның ішіндегі балықтардың термометрін, балықтардың, яғни ішіндегі судың қаншалықты жылы, қаншалықты салқын екенін көрсетуге арналған су өлшейтін құралдар бар. Келесі далаға арналған термометрлер бар. Далаға арналған дегеніміз, бұл біздің күнделікті сыртта, далада температурамыз қаншалықты жылы, қаншалықты салқын екенін көрсететін термометрлер. Келесі медициналық термометрлер бар. Бұл, яғни электронды және сынапты болып келеді. Сынапты дегеніміз, мінекей қолтығымыздың астына салып, біз оны көре аламыз. Бұл да, яғни өзінің шкаласы арқылы көрсетеді. Және электронды түрі бар. Жақсы оқушылар, термометрлер туралы түсінікті білдіңдер деп ойлаймын. Сонымен термометрлер сынапты, электронды болып бөлінеді. Және термометрлер дегеніміз ол дененің, заттың, немесе даланың температурасын, градусын өлшейтін құрал. Сау адамның температурасы 36-6 градуста болады. Егер адам ауырып қалған жағдайда температура тез көтеріледі. Бірақ 42 градустан жоғары көтерілмейді. Мінекей сынапты градусниктің өзіне көріп тұрсыңдар, 42 градустан ары қарай аспайды екен. Ал енді оқушылар, сендер ойланыңдар. Адамға ауа температурасын білу не үшін маңызды? Дұрыс айтасыңдар. Адам ауа температурасын білу арқылы өзінің, яғни өзін сақтайды, денсаулығын сақтау үшін қажет. Олар жылы киінеді, немесе жеңіл, қатты ыстық болғанда жеңіл киінеді, саяхатқа шыққанда, немесе, яғни әртүрлі жағдайлармен сыртқа шыққан жағдайда ауа температурасын білу өте маңызды. Сонымен үй жұмысы, үйге берілген температураны қалай өлшейміз тақырыбын әңгімелейміз. Және 58-ші жұмыс парағын орындаймыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.